Маңғыстау облысы аумағында 2024 жылдың ақпан айының 5-9 күндері аралығында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл және нашақорлықтың алдын алу үшін облыс аумағында тосқауыл жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Полиция департаментінің жедел басқармалары және барлық қосалқы күштері жұмылдырылды. Маңғыстау облысында 16 есірткі құқық бұзушылықтары анықталып тіркелді. Оның ішінде 8 қылмыс, 3 өткізу, 2 аса ірі мөлшерде сақтау, 1 есірткі притоны, 1 есірткіні жарнамалау, 8 есірткі теріс қылықтары, есірткіні өткізу мақсатынсыз және үлкен мөлшерде сақтау. Сонымен қатар біз қарасора сортты есірткі өсімдіктерін өсіретін фито есірткі зертханасын ұйымдастыру дерегін анықтадық. Ақтау қаласы аумағында қылмысты атқару жүйесі департаментінің өзара іс-қимыл барысында МП-604 маркалы қару тәркіленді. Облыс аумағында 426 шетел азаматы тексерілді, оның ішінде көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 87 тұлға жауапқа тартылды, 62 айыппұл және 25 тұлға Қазақстан Республикасы аумағынан шығарылды. Халық алдында нашақорлыққа қарсы түсіндірме жұмыстарын жүргізу бойынша 11 дәріс, 10 кездесу, 1 саптық жиын, 1 дөңгелек үстел және 5 рейдтік іс-шара, 31 профилактикалық іс-шара өткізілді. Есірткі сату және жарнамалау бойынша 10 интернет сілтеме, жеделхат дүкені анықталып және бұғаттауға жолданды. Маңғыстау облысы жастар саясат орталығымен бірлескен рейдтер барысында есірткіні сататын дүкендерді жарнамалайтын жеделхат дүкендерінің 69 граффити жазулары өшірілді.